Мен білмедім. Немеремнің досы маған қоңырау шалып, біреуге ақша аударуымды өтінді. Өкінішке орай, сіз алаяқтардың құрбаны болдыңыз. Сізді пайдаланған, олар өздерінің қаржылық іздерін жасыруды көздеген. Мысалы, ақша есірткі айналымнан түскен болуы мүмкін. Бұл бөтеннің оқиғасы деп ойлайсыз ба? 2025 жылғы 16 қыркүйектен бастап бәрі өзгерді. Қазақстанның қылмыстық кодексіне дропперлік 232 бірінші бабы енгізілді. Сіз кім болсаңыз да, мейлі студент, әже, немесе үй шаруасындағы адам болсаңыз да бәрібір. Сіз дропперсіз, демек қылмыстың сыбайласысыз. Сіздің жасыңыз да, ниетіңіз де ақталмайды. Бұл үкім. Мүлік тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Банктік картаңызды үшінші тұлғаларға бермес бұрын, немесе ақшаны аудармас бұрын ойланыңыз.